Армысыздар достар, бүгінгі сабақта тонды қалай жинастыру керек екенін үйренеміз. Тонды қалай салу керек екенін үйренеміз. Біздің мына тік төртбұрышта осы шекара ретінде жасадық. Оның орталықтарында да өзіндік шекаралары бар. Осы уақытында біз қарай отырып, мына сызықтар арқылы біз көрсете бастаймыз. Басты мақсатымыз біздің сызықтың бір томдық ретінде мына үшінші шекараның аяғына дейін жеткізіп, сөзден тоқтатамыз. Ендігі сызықтарды келесі мынаған қарама қарсы сызықтарды сыза бастаймыз. Бұл дегеніңіз аяғынан келіп, мына екінші шекараның аяғына жеткен кезде сөзден тоқтатамыз. Көрдіңіздер ме? Мына жерде ашық, одан тон жеңін ала бастады. Соған қарама қарсы көлеңке кете бастады. Одан кейінгі ең қараңғылық жағын бізде қарама қарсы сызық беру арқылы біздің осы соңғы мына тонды қалай жинастыру керек екенін көрсеттік. Осы тон арқылы біз енді мына затымызға қараймыз. Осы затымызда біз дөңгелек ретінде бердік. Осы дөңгелектің шардың қозғалысына қарай осы жерде біз сызықтарды бере бастаймыз. Мысалы ретінде сызықты басты мақсатында өзінің бір тондық көлемін беруіміз керек. Бұл көлеміміз осы форманың арғарай жоғалмауына біз сызықты осы форманың сызықтармен білдірте бастаймыз. Ендігі мәселе мынау біздің бірінші тон болып келеді. Екінші тонымызды біз осының арғарай бер жағына қарама қарсы бұлай қарай аламыз. Міне. Осы линияларды жоғалтпаймыз. Бұл жерде біздің берілген форманың қозғалысын біз көрсетуіміз керек. Бұның аяғына дейін жеткіземіз. Осыдан кейінгісі біздің ұжымына ашықтан, одан кейінгісі одан теңге шыққанымызды көрсетеміз. Ең соңғы көлеңкеміз бұл түпкі жағынан келеді. Бұл соңғысын біз тура орталықтан алып бір тонды жинастырамыз. Ол жерде біздің негізгі мәселеде қарама қарсы тағы да бір жинастырған уақытымызда біздің форманың қараңғы жағын білдірте бастаймыз. Ендігі мәселе біздің мына екінші тонымыз бұл уже ақырындап білікке пайда болады. Мына жердегіміз теңге пайда болады. Содан кейінгісі ақырындап жарыққа барып шығып кетеді. Бұл жерде берілген түстің, берілген жарықтың ұрғанына қарай бергі жақтың жарықтығы ар жақтың көлеңкесіне қарай айналып кетеді. Негізгі сызықтардың өзінің төрт бөлшекке бөлінетінін тағы бір түсіндіре кететін болсақ, сызық арқылы бірінің артынан бірін жүргізсек, одан кейінгісі екіншісі, одан кейінгісі үшіншісі, одан кейінгісі төртіншісі. Сол сәтте бұл штрихты тонды алу үшін бұлды бірінші тақырыбында плановость деген тақырыпқа біз қатты соғыламыз. Неге? Өйткені плановость арқылы біз штрихты білдірте бастаймыз. Штрихтың қараңдығы, бергі жақтығы, ашықтық жағын, көлеңке дегендердің бәрін білдірте бастаймыз. Сол сәтте біздің штрихты басты мақсатының тонның қалай жинастыру керек екенін көрсеттік. Мінеке достар, осымен сурет сабағымыз аяқталды. Біз сіздермен бірге сурет салудың қыр-сырларын үйрендік деп ойлаймыз. Сіздерге үлкен жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспіз. Сау болыңыздар.